Осындай керемет пирогты пісіріп үйренгіңіз келсе, менімен бірге болыңыз. Видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге өте дәмді пирог түрімен бөліскім келеді. Бұл пирогты ылғида мен балаларыма пісіріп беремін. Ол үшін маған 2 жұмыртқа, жарты кесе қант, 1 кесе сметана, 100 граммдай сары май ерітілген, кішкене тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, керегінше ұн керек. Ал ендеше бастайық. Жұмыртқамыз саламыз. Қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Енді жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болдым. Осылай қою болғанша миксерлейміз. Ақ болады. Енді сметанамызды қосамыз. Мұқият араластырамыз. Сары майымызды қосамыз. Енді жаймен ұнымызды қосып, үстіне қопсытқышты қосамыз. Енді жаймен араластырамыз. Қамырымыздың қоюлығы осындай болу қажет. Енді бұны формамызға саламыз. Ыдысымызды майлап алдық сары маймен. Енді соған қамырымды салам. Сөйтіп бет жағын түзулеп аламыз, жақсылап мұқият. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут пісіреміз. Пирогымыздың піспегенін андай ағаш арқылы, ши арқылы білеміз. Құрғақ болып шықса, әрине піскені. Пирогымыз дайын. Енді іші қалай піскенін көрсетіп жіберейін сіздерге. Өте керемет. Үлпілдек. Жасап көріңіздер.